Сәлем достар, бұл көзеңгір айдары. Әдеттегідей мен Ақыл Мағданов. Мен бүгін сіздерге егов порталын мобильді түрде қалай қолданамыз, соны көрсететін боламын. Сонымен кеттік. Алдымен App Store'дан егов порталын жүктейміз. Одан кейін тіл таңдаймыз. Оң жақ төменде профиль бар, және кіруде басамыз. SMS арқылы кіру, яғни бір реттік кіру. Жасайын тереміз. Жалғастыру. SMS келеді, күтеміз. Келді, кіреміз. Бұл егов портал арқылы біз не істей аламыз? Яғни өзіміздің мекен-жайымызды көре аламыз. Жанұямызды көре аламыз. Жеке құжаттар, куәлігіміз қандай, қашанға дейін жарамды. Денсаулық, қай жерде тіркеуде тұрғанымызды, дәрігеріміз кім екенімізді біле аламыз. Және бизнес бойынша жеке кәсіпкер, заңды тұлғалар мүшесі. Одан кейін автомобиль бойынша жүргізуші куәлігімізді көре аламыз. Менің жүргізуші куәлігімнің мерзімінің аяқталуына 2 жыл қалыпты. Қазір біліп отырмын. Одан кейін бізде жеке жылжымайтын мүлік бар ма жоқ па, оны біле аламыз. Бұл жерге өзіміздің банктік картамызды қоссақ та болады, егер қажет болса. Енді осы секілді сервистері бар арнайы. Және де негізгі бетте бізге қажетті, ең қажетті көп сұранатын құжаттардың бірі орналасқан. Яғни соттылықтың болуы және болмауы туралы анықтама, археологиялық ұйымнан анықтама деген секілді. егов порталының арнайы сайтына кірмей-ақ, тек телефон арқылы қажетті мәліметтерді алсақ болады. Бұл сіздерге пайдалы болды деп ойлаймын. Сіздермен бірге болған мен Ақыл Мағданов. Бұйыртса көріскенше.